Сіз облысымызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Әрине хабардармын. Елбасымыздың тапсырысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстар үлкен кең ауқымды науқанға айналды. Соған дәлел мына жақында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен және облыстық кәсіподақ комитеті ұйымдастыруымен үлкен семинар өткізілді. Семинардың тақырыбы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы еңбек ұжымдарының рөлі. Сол семинарда біз өзімізге осы жұмыс жүргізу үшін бағдар алдық. Қандай жерде және қандай көздерден хабардарсыз? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәліметтерді біз ақпараттардан аламыз, интернет мәліметтерден, теледидардан аламыз, және де осы ұйымдастырып жатқан семинарлардан. Сіз жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз толады ма? Және қанағаттанасыз ба? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, бұл ойлаймын, тек бір агенттіктің жұмысы емес, кез келген Қазақстан Республиканың азаматтың жұмысы деп ойлаймын. Бұл жайында жұмыс әрине жақсы жүргізіліп жатыр. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау және оның алдын алуда қандай шаралар тиімді деп ойлайсыз? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес кезінде шағым арыздар жәшіктері қолжетімді жерде тұру керек және ақпараттар жиі пайдалану керек деп ойлаймын. Сіз сыбайлас жемқорлықты болдырмау көрінісімен өміріңізде кездестіңіз бе? Немесе оған соның куәсі болдыңыз ба? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес әр азаматтың міндеті деп ойлаймын. Соған қоғам бойынша біз күресуіміз керек, себебі сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының экономиканың дамуына кері әсер тигізеді.